Оразадан кейінгі ораза 6 күндік шәуәл оразасы туралы 11 дерек. Рамазан айының оразасынан соң шәуәл айында 6 күн ораза ұстау 1 жыл ораза ұстағанмен тең екен. Рамазан айы аяқталған соң шәуәл айы басталады. Ислам дінінде шәуәл айының 6 күндік оразасын ұстау жөн саналады. Бірінші сұрақ: шәуәл айының оразасы қашан басталады? Шәуәл айының оразасы тек осы айда ғана ұсталады. Ораза айттың алғашқы күнінде ауыз бекітуге болмайды. Содан кейін 6 күндік оразаны не қаза оразаны ұстай беруге болады. Екінші сұрақ: ораза ұстау парыз ба? Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза саналады. Мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз еркінде. Дегенмен, мұны ұстамаған жан пайғамбар хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Үшінші сұрақ: сауабы қандай? Пайғамбар кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деген. Рамазан айындағы 30 күн мен шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айтының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Төртінші сұрақ: шәуәл оразасын үзбей ұстау шарт па? Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбеу қатарынан немесе арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Кейбірі ханафи ғалымдары үзбей ұстағаннан бөліп ұстағанды артық көрген. Дегенмен 6 күнді үзбей ұстаған абзал. Бесінші сұрақ: қаза ораза мен шәуәл оразасын бірге ұстаса бола ма? Ханафи ғұламасы имам Әбу Юсуф қаза ораза мен нәпіл оразаға бірден ниет еткен жағдайда онысы қаза ораза үшін есептелінеді деген. Ал имам Мұхаммед ондайда жасаған ниеті қаза оразаға емес, нәпіл оразаға есептейді. Ханафи мазхабында оразаның қазасы мен шәуәл оразасын бірге ұстауға болмайды. Екеуі екі бөлек ғибадат болғандықтан бөлек ұсталуы керек. Алтыншы сұрақ: қаза оразаны бірінші ұстау керек пе, әлде шәуәл оразасын ба? Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы, ал шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбар сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келетіндіктен алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Жетінші сұрақ: Рамазан оразасын ұстамай шәуәл оразасын ұстауға бола ма? Иә, болады. Алайда олар пайғамбар сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз саналады. Сегізінші сұрақ: шәуәл оразасының орнына қазасын өтегендер 1 жылдық сауап ала ма? Кей ислам ғалымдары қаза оразаны шәуәл айында өтейтін кісіге нәпіл ораза ұстамаған күннің өзінде қазасын аталмыш айда өтегендіктен шәуәл айының сауабы қосымша жазылады деген тұжырымды алға тартады. Яғни осы айда қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де шәуәл айының әуелді сауабы үміттетіледі. Бірақ бұл нәпіл оразаға уақыты жетпей қалғандар үшін. Қаза оразалары 6 күнге жетпейтін кісілер кем күндерін қосымша нәпіл оразамен толықтырғаны абзал. Тоғызыншы сұрақ: ораза ниеті қалай жасалады? Шәуәл оразасы Рамазан оразасы секілді таң намазынан шам намазына дейін жалғасады. Көкейде ниет болса жеткілікті. Ауызша айтамын деуші кісі былай десе болады: ниет еттім Алла ризалығы үшін шәуәл айында нәпіл оразаның 1-ші күнін, 2-ші не 3-ші күнін ұстамаққа. Ауызды ашқанда әдеттегідей сумен не құрмамен ашып, қазақшалап тілек дұға жасауға болады. Арнайы ниет дұға жоқ. 10-шы сұрақ: оразаны қай кестеге қарап ұстайды? Рамазан айынан кейін қаза ораза мен шәуәл оразасын ұстайтын кісі күнделікті намаз кестесін негізге алады.
таң намазы кірген уақыт ауыз бекітетін уақыт, ақшам намазының кірген уақыты ауыз ашатын уақыт. 11-ші сұрақ: оразаны қай күндері ұстаған абзал? Шәуәл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбар дүйсенбі күні мен бейсенбі күні істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын деген. Мұсылман күнтізбесі бойынша Рамазаннан кейін 10-шы рет көрінетін ай Шәуәл айы. Шәуәл Рамазанның біткендігін білдіретін, айт мейрамның келгенін сүйіншілейтін ай. Шәуәл айы Рамазанда жіберіп алған кемшіліктеріміздің орнын толтыру үшін таптырмайтын мүмкіндік. Міне, сол мүмкіндік есігімізді қағып тұр. Құлшылықтың біз елей бермейтін қырлары көп. Жаратушымызға тағы да бір табан жақындау мүмкіндігін әр мұсылман жіберіп алмауы тиіс. Шәуәл айының тарихы исламға дейінгі надандық дәуірінен бастау алады. Көне арабтар Шәуәл айын жамандыққа ырымдаған. Бұл айда ерлі-зайыптылардың бас қосуы дұрыс неке болмайды деген соқыр сенімде жүрген. Олардың Шәуәлді жаман ырымға балаған себебі есте жоқ ескі замандардың бірінде үйленгісі келген жастардың бірнеше жұбы дәл осы Шәуәл айында қатерлі оба ауруына шалдыққан деген аңыз айтылады. Ал надан арабтар сол тағдырдың қайталауынан қорқып, Шәуәл айында үйленбеу керек деп санаған. Шәуәлде үйлену қажет болса, аспанға көгершін ұшырып, соның ұшуына қарай әрекет еткен. Яғни тағдырын құстың ұшуына байлап, Аллаға серік қосып адасқан. Арнайы ұшырылған құс оңға не алға қарай бағыт алса, олар мұны жақсылыққа балап Шәуәлде үйлене беретін. Ал егер әлгі құс ұшқан бетте сол жаққа не кейін қарай бағытталса, олар мұны жаман ырымға балап үйленуді тоқтататын болған. Алайда адамдардың тағдыры құстың немесе уақыттың емес, Алла тағаланың қолында еді. Сондықтан ислам келісімен аталмыш сенімдер өзінен өзі ұмтылады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам елшілік міндеті жүктеле салысымен ол өз қауымы ұсынатын негізсіз тыйымдарды әшкереледі. Солардың бірі Шәуәл айына қатысты еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Шәуәлде үйленуге болмайды деген негізсіз тыйымның тамырына түбегейлі балта шапты. Ол осы айда Айша анамызға үйленді. Бұхаридің сахихында Айшаға өзі бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған Шәуәлде үйленді және менімен Шәуәлде шаңырақ көтерді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қай әйелі оның алдында маған қарағанда сүйіктірек болып еді деп мақтанған. Яғни ислам діні мұндай жалған сенімдердің күшін жойып, Алланың мейірімінің ешкімді шектей алмайтындығын халыққа түсіндірді. Юнус сүресінің 107-ші аятында егер Алла саған бір зиян жеткізсе, сонда оны Алладан басқа айықтырушы жоқ. Ал егер саған бір жақсылық қаласа, онда оның кеңшілігін тойтарушы жоқ. Ол оны құлдарынан қалаған кісіге береді. Ол өте жарылқаушы, ерекше мейірімді деп айтылған. Яғни пендеге пайда да, зиян да бір Алладан ғана болатындығы Құранда ашық баяндалған. 12 айдың ішінде алғашқы күні мейраммен басталатын Шәуәлден өзге ай жоқ. Шәуәл айы ғана мейраммен басталады. Ол ораза айт мейрамы. Оразадан кейінгі бұл айт мейрамы қуанышпен келетін болғандықтан, айтпен басталатын Шәуәл айы да мұсылмандар үшін қуаныш сыйлайды. Жас демей, кәрі демей, барлығы бір-бірін айт мейраммен құттықтайды. Міне, осы шаттықтардың бәрі Шәуәл айының туымен басталады. Рамазан айымен қимай қоштасқан мұсылмандар Шәуәл айын қуанышпен қарсы алады. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.